Сендеймін. Ең алдымен кітаптың атауындағы ғибратнама сөзінің мағынасына үңілдім. Ғибрат сөзі тәлім тәрбие, үлгі өнеге дегенді білдіреді. Яғни кітаптың атының өзі ұлы ақын шығармаларының қандай мақсатта жазылғандығын айқындап тұрғандай. Ақынның мұхаббадағы суреті мен 4 қатар өлең жолдарының сурет астына жазылғаны көзі қарақты оқырманға ой салары анық. Кітаптағы алғы сөзден бұрын үмітімнің жұлдызы немерем әмірге арнаймын деген сөздер маған өте ұнады. Яғни бұл мұра, үлгі өнеге, немере арқылы бүкіл қазақ жастарына арналып осы сөзден алғы сөз бастау алып тұр. Осы орайда Абайдың қағидаттары 6 тақырыпқа жіктеліп көрсетілген. Абай атамыз сыпайылыққа, еңбек етуге, өнер, білім, ғылымға, махаббатқа үндейді. Абайдың ереже ұстанымдарға бай ғибратнамасы оқырманның рухани әлемін, көңіл сарайын, дүниені тануға деген ілтипатын, әділдік сезімін, ар намысын оятып, қайрат жігерін қалыптастырады. Сөзімді мынадай өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Біз анамыз, ақ сүт берген балаға, қандай тілек айтсам екен ағама, білім қуған мыңды жығар қашанда, еңбек түбі береке болсын мына тыныш заманда. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Егер жаңа Қазақстанға жаңа кітап керек болса, міне осы кітапты айтайын. Есімім Шолпан Сатылжанқызы, осы қаладағы 15-ші мектеп лицейінде қазақ тілі пәнінен сабақ беремін. Және де сізге қоятын сұрақтарым бар еді, қоя кетсем болатын шығар. Бірінші сұрағым, өз ойыңызды айтсаңыз, қазір көп жастарымыз телефонда отырады, көп жастарымыз енді осы телефонда отыратын қазіргі жастарды кітап оқуға қалай баулса болады? Сіздің ойыңызша. Осы өте бір көкейтесіз мәселе, кітап оқу мәселесі. Мен мына 2005-2011 жылдары Еуразия университеті жатақханасында тұрмын. Сосын жаңағы кешкі сағат 10:30-да есік алдына шығамыз, бүкіл студенттермен әңгімелеседі. Жаңағы мехматтың, механика математика оқитын, жарастыру факультеті, химиология оқитын балалар. Одан бір қыз бала, бүкіл романдар жатқа айтады. Жаңағы химиология оқитын қыз бала. Қайда білесің бұл романдарды? Баяғы Саид Қауіптің бүкіл романдары. Есенбердің романдарын сөйтсем мына Арыс қаласында оқыпты мектепте. Мұғалім былай келеді екен. Мұғалім келеді екен де бір романның ішінде ең керемет әдемі сюжет айтады екен. Оқып алыңдар, анау қызықтар, бір керемет сюжет. Сосын бар романды оқимыз дейді. Содан менің кітаптарын оқып, кітаптарын оқып жаңағы бір жол осы. Енді екінші бір жолы мынау біз енді класс дейміз ғой, аудиторияда осы өздері шабытпен келу керек. Шабытпен. Бір мұғалім бар, түсіндіреді. Бір мұғалім бар, хабарлайды. Бір мұғалім бар, шабыттандырады. Сонда жаңа шабыттан, білімменен, мұздай қаруланып, бүкіл жаңа ойларында, балалардың алдында көлгірсімеу керек, оқушылардың алдында. Оқушылардың алдында абайша сөйлеу керек. Шындықты айту керек, турашылдықты айту керек, олар балалар жақсы көреді. Олай жаңағы сипақтап, ишараттап, тұспалдап айтсам балалар түсінбей қалуы. Турасын айту керек, тура сөйлеу керек жаңағы. Қызық тұру керек. Соны күн табу берілді өзі, былай отырған кезде, өзінің студенттер берілді, қалай көздерден байқауы болады, өң әлпетінен байқауы болады. Сондықтан жаңағы осындай бір
мұғалім мен жаңағы ұстаз аудитория келгенде жаңағы құлшынып келу керек бірінші жолы. Екінші жолы жаңағы ол үшін мысалы мен былай ойлаймын, мектептің директоры кітап оқушы болу керек. Мектептің директоры кітап оқитын болатын болса, оны завуштар дейді, оқушының меңгерушілері олар оқиды кітапты. Енді оқушының меңгерушілері оқығаннан кейін класс жетекшілері оқиды. Класс жетекшілері бүкіл мұғалімдер оқиды. Мұғалімдер оқығаннан кейін бүкіл балалар оқиды. Бұл тізбекті реакция.